Саламатсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Алматы мен Астанада кешкі сағат 8-ден 5 минут өтті. Шалқар кеші көңілді деп біздің бүгінгі кешімізді көңілді қылатын меймандарымыз студиямызға келіп кірді. Алғашқы легі жанымызда. Әлі бірнеше рет біздің достарымыз студия сыртында тағатсыздана тыпыршып күтіп отырғанын хабарлаймыз. Бүгін студиямыздың келіп кірген меймандармен қазір таныстырамыз. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан. Ал сонымен бүгін Алматы қаласындағы Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140-шы гимназияның мұғалімі Жақыпбекова Айгүл Елжасқызы өзінің демалысына қарамай, каникулға шығып кеткеніне қарамай, балапандарын жетектеп шаршамай, талмай студиямызға келіп кірді. Айгүл, қош келдіңіз. Рахмет, көп рахмет Гүлбағыш ханым. Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен менің балапандарымның өнерлерін көріп тамашалауға шақырамын. Құлақтарыңыз Шалқар радиосында болсын. Көп рахмет. Мінекей Айгүл Елжасқызының өзі тіпті дайын жүргізуші болып кетуге өте сайтыр деп айтуға болады. Осындай керемет мұғалімнің шәкірттері де өстіп сартылдап тұрса керек. Ал енді шәкірттерімізбен танысайық шетінен. Ал жақсы. Ал енді бірінші ортамызда екі жігіттің ортасында бір қыз екен. Өзіңнен бастасақ. Менің атым Айлана, жасым 8-де.